Жетісу облысында алғаш тәуелсіздік ұрпақтары гранты тағайындалды. Жобаның негізгі мақсаты өңірдегі дарынды жастардың шығармашылық бастамаларына қолдау көрсету. 3 миллион теңге көлеміндегі грантты ұтып алуға Жетісу облысының 14 пен 35 жас аралығындағы жастар қатыса алады. Үздік жобаларды курстық комиссия анықтайды, жаңа идеялар мен бастамаларды іске асыру үшін жергілікті қазынадан 30 миллион теңге бөлінген. Мәдениет, ғылым, бизнес, медиа және IT сияқты 5 бағыт бойынша жыл сайын 10 жоба аталған грантқа ие бола алады. Тәуелсіздік ұрпақтары грантын ұсыну жөніндегі конкурсқа өтінім қабылдау 2023 жылдың 10 мамырынан 10 маусымға дейін жалғасады. Жалпы осы 5 бағыт бойынша жастарымыз өз жобаларын ұсынған кезде робототехниканың дамуы болуы мүмкін, медиада, өнер саласында бұл енді шығармашылық бағыттағы бастамалары, жазушыларымыз болса жазған кітаптарын шығару, жас режиссер, актерлар болатын болса қойылымына қажетті керек жарақтарды алуға мүмкіндік береді.